Өткен ғасырдың 30 жылдары түрлі ұлт пен ұлыс өкілдері қазақ еліне депортацияланды. Соның ішінде шешен халқының басым бөлігі Қармақшы ауданына қоныс аударды. Жат жерге сіңісіп, екінші отанының өркендеу жолында аянбай еңбек еткен Вахит Губановтың есімі бүгінде ел есінде. Биыл алғаш рет Вахит Ахматұлының құрметіне физиология және медицина, дене тәрбиесінің өзекті мәселелері тақырыбында ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Конференцияға қатысушылар алдымен Вахит Ахматұлының өнегелі өмір жолына тоқталып естеліктерімен бөлісті. Ол сол кезеңдегі солақай саясаттың ықпалымен небәрі 12 жасында қазақ еліне қоныс аударды. Жосалы кентіне депортацияланған шешен халқы жергілікті тұрғындардың қамқорлығын сезініп, қиын кезеңде аман қалды. Ал Вахит Губанов жастығына қарамастан еңбекке ерте араласып, 57 жыл ғұмырын ауданның өсіп өркендеуіне арнады. Ерен еңбегі үшін медальмен марапатталып, 2000 жылы ғасыр адамы номинациясына ұсынылды. Сондай-ақ өзінің ақыл-ой парасатымен халықтар достығын қалыптастыруда айрықша үлесін қосқан арда азамат еді. Вахит Ахматұлын еске алып, осындай шара ұйымдастырып жатқан Қармақшы жұртшылығына алғысымды білдіремін. Бұл конференция жыл сайын жалғасын тауып, екі ел арасындағы достық қарым-қатынасты нығайта түсетініне сенемін. Ол кісі шешен халқына ғана емес, қазақ ел ішінде адал еңбек етті. Қандай құрметке болса да лайық тұлға. Аминат Абдразақованың кіндік қаны тамған жері Қармақшы. Осында өсіп өніп білім алды. 30 жылдан аса уақыт медицина саласында еңбек етіп, еліміздің денсаулық сақтау саласының үздігі атанды. Осыдан 3 жыл бұрын тарихи отанына оралып, қазіргі таңда Шешен Республикасының азаматы. Білікті дәрігер конференция барысында денсаулықты күтіп ұстаудың қыр-сырын бірнеше факторлармен байланыстырып, жік-жік деп айтып берді. Важнейшей ценностью человека это является наше здоровье. Басты байлық денсаулық деп бекер айтылмаған. Оны сақтау үшін адамға қалыпты салмақты ұстап, дене жаттығуымен дұрыс тамақтануды әдетке айналдыру керек. Әсіресе ауыр сырқаудың көбі адамдардың дұрыс тамақтанбауынан туындайды. Соның ішінде табиғи тамақтарды таңдаған дұрыс. Сондықтан балаларымыздың кішкентайынан осындағы дағдылауымыз керек. Бұл маңызды мәселе екенін ескерген жөн. Бүгінде компьютер мен ұялы телефонға телмірген жастарды спортқа баулу өзекті мәселелердің бірі. Дені сау ұрпақ тәрбиелеу үшін ең алдымен балабақша, мектеп жасынан дене тәрбиесіне ерекше ден қойылу керек деп есептейді мамандар. Бізде қазір балдарды спортқа баулу жөнінде қазір облыстық білім басқармасы несінен бірінші мынау көктем және күз айларында өтетін оқушылардың спартакиадасы бар. Бұл спартакиадалар деңгейде өтеді. Анау ауылдағы бастап классика мектептің сынып, одан жаңағы ауыл, одан аудан, сондай отыр өзінің саты-сатысымен келеді. Соның ішінен аудан іріктеліп, облысқа келіп ойнайды. Жалпы қай саланы болмасын дамытып ілгерілету үшін ғылым қажет. Физиология мен медицинаны ұштастырып, дене тәрбиесіне де тың өзгерістер енгізетін кез келген сияқты. Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияға қатысушылардың ортақ пікірі осыған саяды. Әлібек Жақанов, Бөгенбай Абасилов, Қанат Махамбетов, Қазақстан Қызылорда телеарнасы.